Алтан телестудиясының жүргізушісі Әбжан Нұрикамал. Бүгінгі тақырыбымыз теңдессіз ардагерлерге мың алғыс. Менің атам Әбжанов Қабыкен Ұлы Отан соғысының ардагері. Мен атамды мақтан етемін, және де сол кісінің ұрпағы болғаныма өте қуанамын. Сол кісіден өте көп естеліктер қалған. Атамның келіні және өзімнің әжем сол естеліктері мен ерліктері туралы айту үшін келіп отыр. Қош келдіңіз, әже. Менің атам туралы көрермендерге айтып бере аласыз ба? Қош көрдік. Сәлеметсіздер ме? Алдымен Ұлы жеңістің 76 жылдығымен ардагерлердің ұрпақтарын, бар болса ол кісілердің өздерін шын жүректен құттықтаймын, жанұямыздың атынан, өз атымнан құттықтаймын. Ұрпақтарыңыз салиқалы, ел тізгінін ұстар, дана болсын деп тілеймін. Сұхбатымызды бастап, алғашқы сұрағымды да қойып өтейін. Әбжанов Қабыкен атамыз туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Ата туралы айтатын көп. Атам Қабыкен орта жүз Сарыхан тайпасының ішіндегі Тұрлығұлы руынан болады. 1915 жылы бұрынғы Торғай уезі қазіргі Шеген ауылында дүниеге келген, Торғай өңірінен шыққан 5 социалист еңбек Ленин орденді Тұрманов Әбжан атамыздың баласы болып келеді. Ұлы Отан соғысының ардагері. Жұбайы Күлпан анамыз екеуі екі ұл бір қыз тәрбиелеп өсірген. Атамыздың Ұлы Отан соғысына қатысқаны туралы мәлімет беріп өтсеңіз. Атам туралы білгім келсе, 1939 жылы мамыр айында ол кісі әскерге шақырған. Сол жақтан Ұлы Отан соғысына аттанған. Елге келмей. Елге түк соғыс аяқталғаннан кейін 1946 жылы маусым айында ғана оралған. Ол кісі Украина майданында Киев бағытында болған. Мамандығы жүргізуші болғандықтан бөлімдерге снаряд жеткізіп, шоферлық жұмысшы атқарған. Бірнеше орден медальдары болған. Соғысқа қатысушы ретінде жеңістік СССР қарулы күштерінің атаулы жылдарында мерекелік медаль белгілерімен бірінші дәрежелі Отан соғысы орденімен Кеңес одағының маршалы Георгий Жуковтың медалімен марапатталған. Атамыздың соғыстан кейінгі жылдағы өміріне тоқталып өтсек. Соғыстан кейінгі жылдары тоқталып өтсек, атамыз елге келісімен шопырлық, сатушылық жұмыстарында әртүрлі салада қызмет жасады. Әкесі Тұрманов Әбжан әйгілі еңбек ері атанған шопан зейнетке шыққан соң, ол кісінің құрығын қабылдап, отарын алған. Біраз жемісті еңбек жолынан кейін 1975 жылы зейнетке шыққан. Барлық өмірін Торғай өңірінде өткізді. 1923 жылы сәуір айының 27-ші жұлдызында 88 жасында дүние салды. Әже, әулет құндылықтары туралы айтып бересіз бе? Әрине, әулет құндылықтары туралы айта берсек көп қой. Міне атаңнан қалған медальдар, 40 жылдық қалған, 50 жылдық, 60 жылдық, 65 жылдық, енді сақталғаны, сақталмағаны бар елден көшке келеді. Міне әлі күнге дейін өздерінің осы сағатпен сабаққа барып, сабақтан осымен тұрып, осымен жүріп жүрсіңдер, міне төбесінде жазуы бар, оператор балаларын сосын көрсете берер. Сол мынау мінеке атам энциклопедияға енген мынау соғыс ардагерлері туралы. Мынау қазіргі сенің папаң алдында отырған мына түрлі атамның құттықтаулары міне көріп отырсың ғой. Мынау соғыстан кейінгі қиындық жылдарда жанұясымен түскен суреті, мына бір қызы дүниелік болған, қазіргі мынау 3 баласы, 2 баласы дүниелік, бір ұл бір қызы әзірге зейнеткерлер. Мынау енді әжең, өзің білесің. Мынау жаңағы атамның Ленин орденді әкесі, Қабыкен атамның Әбжан атам Герой соғыс труда Ленин орденді. Қазір білесің, енді мен өзім де әжемін, өзім де 4 немерем бар, немеремнің үлкені сен. Бақыттымын, шүкір, балаларым осы қаланың игілігіне жұмыстарын жасауда. Әже, мінеке, 9 мамыр күнінде жақындап қалды. Ұлы жеңіс күніне орай тілек айтып жібересіз бе? Ұлы жеңістің 76 жылдығымен тағы да шын жүректен құттықтаймын. Бар ардагерлер қуатты болсын.
Ол дүниелік болғандар иманды болсын. Ендігі жерде ұрпақтарымыз бұндай қиындық көрмесін. Заманымыз бейбіт, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Шақырғандарыңызға рахмет. Бүгінгі сұхбатымыз атамның өмірден озған күніне тұспа-тұс келіп отыр. Екен иманы көркем болсын атамның, жаны жанатта, орны жұмақтан болып, ұрпақтары сүйкімді болсын деп тілеймін. Ботархан студиясының ұжымына творчестволық табыс тілеймін. Жүргізуші баламызға қаламын ұштала берсін деп дегім келеді. Әже, мінекей, біздің Ботархан телестудиямызға келіп, менің атам туралы айтып бергеніңізге көп рахмет. Сізге денсаулық тілеймін. Құрметті көрермендер, бүгінгі сұхбатымыз осымен тамам. Аспанымыз ашық, әрқашан бейбітшілік болсын.